Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Мен Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Курмансейітов Альбек Балсерикович. Пән: вагондарды жөндеу технологиясы. Тақырып: доңғалақ жұптарын өлшегенде қолданылатын қима үлгілер. Сабақтың мақсаты: доңғалақ жұптарын өлшегенде қолданылатын қима үлгілері туралы түсіндіру. Сабақтың жоспары: бірінші, абсолютті қима үлгінің қызметі, құрылымы және тексеру тәртібі туралы түсінік. Екінші, арнайы қима үлгінің қызметі, құрылымы және тексеру тәртібі туралы түсінік. Үшінші, қалыңдық өлшегіштің қызметі, құрылымы және тексеру тәртібі туралы түсінік. Төртінші, кронциркульдің қызметі және тексеру тәртібі туралы түсінік. Доңғалақ жұптарын өлшегенде қолданылатын қима үлгілер. Бірінші, абсолютті қима үлгі: жүрістік желінуді, сырғақты, пісірмені және жалдың қалыңдығы абсолютті қима үлгімен өлшенеді. Екінші, арнайы қима үлгі: жалдың тік кесілуі өлшенеді. Үшінші, қалыңдық өлшегіш: доңғалақ құрсауының қалыңдығы өлшенеді. Төртінші, кронциркуль: құрсаудың ені өлшенеді. Абсолютті қима үлгінің құрылымы. Бірінші, табан. Екінші, тіреу скобасы. Үшінші, төртінші, оныншы рисктер. Бесінші, сегізінші қозғалғыш. Алтыншы, аяғы. Жетінші, сызықшалар. Тоғызыншы, бағыттауыш. Жүрістік желінудің тереңдігін өлшегенде рисктер 3 және 4 ұйқасу керек. Тіреу скобасын 2, жалдың төбесіне түсіріп, қима үлгінің вертикаль қырын және табанын 1, доңғалақтың құрсауының ішкі қырына қысу керек. Жүрістік желінуді аяғындағы 6, сызықшаларға 7, қарсы қозғалғыштың 5 шкаласының бөлімдері бойынша анықтайды. Жалдың қалыңдығын анықтау үшін жалдың төбесінен 18 мм қашықтықта орнатылған тіреу скобасы 2, тірелген қозғалғышты 8, жалдың бетіне тиегенге дейін қозғалту керек. Рискіге 10, қарсы орналасқан бағыттауыштағы 9 шкала бойынша жалдың қалыңдығын табады. Абсолютный шаблон предназначен для проверки гребня, а также неисправностей, возникающих на поверхности катания колесной пары. Для измерения проката абсолютный шаблон необходимо установить на колесе, плотно прижав опорную ножку к внутренней грани обода. Опорная скоба при этом опирается на вершину гребня. Вертикальный движок установить на расстоянии 70 мм от внутренней грани обода. Опустив вертикальный движок до соприкосновения с поверхностью катания, производится считывание показаний по вертикальной шкале и шкале Нониуса. Прокат измеряется в 4 равноудаленных местах. Для измерения неравномерного проката необходимо установить шаблон в сечении максимального износа и произвести считывание показаний. После следует произвести измерение с каждой стороны от этого сечения до 500 мм. Неравномерный прокат определяют разностью показаний максимального и минимального измерений. Абсолютті қима үлгімен тексеру тәртібі. Домалау шеңбері бойынша жүрістік желінуді доңғалақтың ішкі қырынан 70 мм қашықтықта анықтайды. Сырғыма және пісірме ақауы бар жері және тозбаған жеріндегі көрсеткіштің айырмашылығында орналасады. Егер ақаулық доңғалақтың домалау шеңберіне қатысты ауытқан болса,
Онда қозғалғышты өлшеп қозғалтады. Для измерений ползуна шаблон необходимо установить на колесе, плотно прижав опорную ножку к внутренней грани обода. Вертикальный движок необходимо опустить над самым глубоким местом ползуна. Глубина ползуна определяется как разница между измерением и прокатом. При этом измерительный движок должен располагаться на неизменном расстоянии от внутренней грани обода колеса. Если ползун смещен от круга катания, то горизонтальный движок перемещают по прорези до совпадения с ползуном. Аналогичным образом производится измерение навара. При измерении глубины выщербины необходимо установить горизонтальный движок шаблона в сечении максимального выкрашивания металла и произвести считывание показаний. Не передвигая движок, необходимо произвести измерение проката. Разница показаний и будет соответствовать глубине выщербины. Длину выщербины измеряют линейкой вдоль поверхности катания. Для измерения кольцевых выработок необходимо переместить горизонтальный движок в место максимального выкрашивания металла. Для определения разницы глубины кольцевой выработки необходимо передвинуть шаблон в то место, где кольцевой выработки нет, или же несколько передвинуть горизонтальный движок и произвести измерение проката. Разница показаний и будет соответствовать глубине кольцевой выработки. Определение величины дефекта производят подсчетом количества целых делений по шкале движка до первой риски на правой шкале Нониуса. Затем определяют, какие риски совпадают, и подсчитывают окончательную величину дефекта. Толщину гребня измеряют горизонтальным движком, перемещая его до соприкосновения с гребнем, или наложением браковочного выреза шаблона шириной 25 мм. Арнайы қима үлгінің құрылымы. Бірінші, қима үлгінің аяғы. Екінші, қозғалғыштың аяғы. Үшінші, бұрақтау қыры. Арнайы қима үлгімен тексеру тәртібі. Тік кесілу. Тік кесілуді өлшеу үшін қима үлгінің аяғын бір доңғалақтың құрсауының ішкі қырына қысады. Қозғалтқышты жалға жақындатқан кезде бұрақтау қыры 3 жалдың жұмыс бетіне тию керек. Ал қозғалғыштың аяғының төменгі беті доңғалақтың домалайтын жұмыс бетіне. Егер қозғалғыштың екі барлық бұрақтау қыры 3 жалдың бетімен толық немесе 18 белгісі бар қырымен тиетін болса, ондай доңғалақ жұпты бұрақтайды. Егер жалдың және қима үлгінің қозғалғышының бұрақтау қырының арасында 18 белгісінің жанында саңылау болса, доңғалақ жұпты бұрақтамайды. Шаблон ВПГ. Шаблон ВПГ предназначен для проверки вертикального подреза гребня. Для контроля вертикального подреза шаблон опорными ножками угольника прижимают плотно к внутренней грани колеса. Движок вплотную подводится к гребню колеса и закрепляется стопорным винтом. Подрез считается недопустимым, если рабочая поверхность основания движка соприкасается в верхней части на высоте 18 мм с гребнем. Қалыңдық өлшегіштің құрылымы. Бірінші, табан. Екінші, жетінші, сызғыш. Үшінші, алтыншы, винт. Төртінші, қозғалғыш. Бесінші, сегізінші, риска. Тоғызыншы, аяғы. Б. Құрсаудың қалыңдығы. Доңғалақтың құрсауының қалыңдығын қалыңдық өлшегішпен өлшейді. Қозғалғыштың аяғын 9 домалау шеңбері бойынша орнату керек. Риска 8, сызғыштағы 7, шкаладағы 70 деген бөлімдермен сәйкес келтіріп, сөйтіп винтпен 6 бекіту. Табанды 1, құрсаудың қырының астындағы тіреуге дейін. Сызғышты 2, қысып жылжыту керек. Сызғыштың 2, бойымен қозғалғышты 4, доңғалақтың домалау бетімен аяқ 9 тигенге дейін қозғалту керек. Және винтпен 3 бекіту керек. Қозғалғышқа 4, қарсы рискіге 5, сызғыштың 2 шкаласы бойынша құрсаудың қалыңдығын Б анықтайды. Толщиномер.
Толщиномер предназначен для проверки толщины обода. Толщину обода колеса измеряют в плоскости круга катания, для чего измерительная ножка устанавливается на расстоянии 70 мм от штанги шаблона и закрепляется винтом. Далее измерительную линейку опускают до соприкосновения ножки с поверхностью колеса и закрепляют винтом. По шкале штанги определяют толщину обода. Кронциркульдің қызметі және тексеру тәртібі. Кронциркульмен құрсаудың енін, қалыңдығын, доңғалақтың маркілеуінің таңбасы жоқ орындарында өлшейді. Құрсаудың қалыңдығын Б кронциркульмен өлшейді. Кронциркульмен А қашықтығын өлшейді. Одан абсолютті қима үлгімен өлшенген жүрістік желінудің H және 28 мм-ге тең жалдың биіктігінің өлшенген үлкендігін алып тастайды. Өзін-өзі бақылау сұрақтары. Бірінші, абсолютті қима үлгінің қызметі, құрылымы және тексеру тәртібі туралы түсінік. Екінші, арнайы қима үлгінің қызметі, құрылымы және тексеру тәртібі туралы түсінік. Үшінші, қалыңдық өлшегіштің қызметі, құрылымы және тексеру тәртібі туралы түсінік. Төртінші, кронциркульдің қызметі және тексеру тәртібі туралы түсінік.